Бүгін мектеп бітіруші 160 жас түлектің жүректері дүрсілдеп, үміттері өкленіп тұрған айтулы сәт. Алтын ұя мектебінің табалдырығынан үлкен өмірге ұшқалы отырған бітіруші түлектерді құрметпен ортаға шақырамыз. Естен кетпейтін мәңгі 11 жылымыз. Біздегі сенім, тәрбиең сенің, мектебім алтын ұям менің. Партадан қол создық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан қол создық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Түлек 2022 жаңа Қазақстанның ертеңі атты салтанатты жиынды ашық деп жариялаймыз. Музыкалық жас көрермен театры Әлихан Аманаты. Жас ұрпақ, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезділіктен. Сондықтан әрқайсың мінезді бола біліңдер. Жер ол біздің отанымыз. Сол жерді қорғау үшін әр қазақ өзінің өміріне түйме болып қадалуы керек. Ұлағатты жас ұрпақ көзегемізді көгертсін, абыройымызды тасытсын. Алтай мен Арқа арасын, Алатау мен Жетісу арасын жалғайтын ұрпақ болыңдар. Жүрегі түкті, білегі мықты, батыр боп тусын ұлдарым. Көңілі аспан, сезімі дастан, дана боп тусын қыздарым. Көтеріп туын елдіктің, қазығын қағып теңдіктің, алтын бесігі атандың, бауырмалдылық пен кеңдіктің. Бірлігі болса жер құтты, көгінде қыран самғаған, рухы асқақ шалқыған, болыңдар азат, ел мықты. Жүректің сөзін арнатқан, көңілдің құсын самғатқан, ендеше дұға тілекті қабыл ет ұлы жаратқан. Адам болып күнге шұлғайым маған, арқа тұты бізіңе сүйінбесен. Қазақстан жамандай өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым арманым ай. Сен менің жүрегіммен қанымдасың, жанымдасың үй аты
бақытым арындасын, саған деген махаббат амылдасын, тек сенің топырағыңда жамылғасын. Қазақстан шолпан, жаңалыдай өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым арманым ай. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, құрметті мектеп түлектері, оқушылар, ата-аналар, елордамыздағы қазақ білімінің қара шаңырағында өтіп жатқан бүгінгі соңғы қоңырау салтанатымен баршаңызды шын жүректен құттықтағым келеді. Осы балаларды тәрбиелеген мектеп ұстаздарына, мұғалімдеріне үлкен алғыс сезімімізді білдіргім келеді. Әр мемлекеттің байлығы ол адам, сіздер сіздің болашақтарыңыз. Жолдарыңыз ашық болсын. Ұстаздарға көп рахмет. Жақсы маман боласыздар деп сенеміз. Сіздерге тек ашық жол, сәт сапар, мерейлі мақсат тілейміз, ақ жол. Қайырлы күн, құрметті жастар, қыздар мен жігіттер, олардың ата-аналары, құрметті мұғалімдер, ұстаздар. Бүгін жалпы халықтық мереке, түлектер, яғни қыздар мен жігіттер үшін ерекше күн. Себебі бүгіннен бастап бұл қыздар мен жігіттердің болашаққа деген, ересек өмірге деген қадамдары басталады. Сондықтан қадамдарыңа нұр жаусын. Алдағы уақытта қандай өздеріңе мақсат, арман қойып отырсаңдар, соның бәріне қол жеткізулеріңізге тілектеспіз. Тағы да баршаңызға қайырлы күн, құрметті ұстаздар, құрметті мектеп бітіруші түлектер, құрметті ата-аналар. Бауыржан Момышұлы бабамыз ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет деген екен. Қаншама өздеріңіз сияқты шәкірттер осы ұстаздардың алдынан өтеді. Еліміздің, ертеңгі күні отанымыздың, Қазақстанның туын желбіретеді ғой деген сіздерге үлкен сенім артамыз. Сәттілік баршаңызға. Сәт сапармен қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз армандарға жеткен. Сезініп сенен көктемнің лебін